Қайырлы күн, қадірлі қонақтар және болашақтың түлектері. Маған студент кезімде егер сен болашақтың 30 жылдық мерейтойында сөз сөйлейсің десе сенбейтін едім. Мен ауылда өскен қазақтың қарадамалақ қарапайым баласы Медет Махамбетпін. Біздің ауылда аурухана түгілі емхана да болған жоқ. 5-ші сыныпта жүргенде дәрігер болам деп өзім шештім. Мектепті бітірдім, медициналық университетке түскен кезде қандай дәрігер болатыным белгісіз еді. Бір күні кездейсоқ лор операционныға кірдім де, үлкен әлемді бағындырған кішкентай мүшелерге тәнті болдым да, лор дәрігер боламын деп шештім. Тәжірибе жинақтап жүріп, осы мамандықты әрі қарай тереңірек зерттегім келді. Ол үшін шетелге бару, оқу керек екенін түсіндім. Бағымды сынап, болашақ бағдарламасына құжаттарымды өткіздім, сыннан сүрінбей өттім, Литвада білімімді жетілдірдім. Ол жақта мықты мамандардың операцияларына қатысып, бірер ай өткеннен кейін профессордың рұқсатымен сол жақта жүріп операция жасадым. Сөйтіп ой келді. Мына құлақтың операцияларын қалай жеңіл, тиімді және науқасқа тезірек қалпына келетін жасаса болады деген ой келді. Ғылыми ізденіс үстінде әлемнің 5 елінде ғана жасалатын эндоскопиялық трансканальды тимпанопластиканы елімізге алып келдім. Қазақстан дамыған мемлекеттердің 6-шысы болды. Әдіс туралы айтайын десем, ол эндоскоптың көмегімен құлақтың тесігі арқылы ғана жасалады. Тілік өте кішкентай, жасауға жеңіл, науқас операциядан кейін тез қалпына келеді және естуі де өте жылдам пайда болады. Мен кейде балалар жансақтау бөліміне жаңағы өмірі қыл үстінде жатқан балаларға мойнын тіліп түтікше қоюға шақырады. Сол кезде ойлаймын, осы операцияда жеңілдететін жолын тапсам деп. Себебі бұл сәби, ол Қазақстанның азаматы, ол ертең болашақтың түлегі болып, біздің елдің дамуына үлес қосады деп ойлаймын. Еңбек барысында жаңа әдіспен 70-тен 60-тан операция жасалды, барлығы нәтижелі болды. Ал өзімнің 13 жылдық еңбек өтілімде 5000-нан астам операция жасадым. 3 адамның өмірін алып қалдым. Елімізде жылына 100-деген бала естуі қабілеті жоқ болып туады. Ондай балалар дамуына кедергі келтіреді. Осы мәселенің жауабын іздеуде қазір ғылыми ізденіс жасап жатырмын. Кез келген адам, егер мен адамзатқа пайда тигіземін деп есептесе, үлкен жетістіктерге жетуге болады деп есептеймін. Өмірлік қағидам осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Болашақтың болашағы жарқын болсын.